Салем достар, бүгін тещин язык ененің тіліма осындай салат жасағамлы. Бірақ ішіне петрушка осып жасыл шөппен әсемдеп инстаграм невид жасаудым түк кетіппін. Десе де әдемі деп коммент жазып қалдыра кетіңіздер. Басқасын қайдам өзім осы салат жақсы көремін. Бұл салат жасау үшін алдымен осындай ұзын баклажандарды алып чахалап, қыз сияқты әдемірек туремізді, үстіне тұз салып, оның үстінен сұйық тартып тастаймыз. Сол кезде баклажанның ашысы шығып, өте дәмдәрі қытырлақ болып шығатын болады. Баклажандарымыз майға түскен кезде жалып жасап шыңғырмау үшін осындай қағаз түргіге бүкіл суларының бәрін алып, тындарын қағыламыз. Сосын майды аламыз да қыздырамыз. Жұмыртқаның басын жарып, оны әдемілеп араластырамыз да, әргі жалып шық баклажандарымызды тұншықтырамыз да майға шыңғыртып, қуырып тастаймыз. Bir жағы ойбайлап қызарып қуырып болды мау деген кезде, екінші жағына мәсаған деп аударып тастаймыз. Содан кейін ойбой мына май деген қалай жейсің деген ақылға шығып атса, оларға да көңілін басу үшін осындай қағаз түргіге артық майларын алып тастаймыз. Яғни қағаз түргі әдемілеп артық майын алып тастайтын болады. Енді барлығын осылайынан қуырып аламыз. Сосын майонезді аламыз да, сығып үстіне ащы чеснокты алып, оны да езіп, престеп, әлгі майонезге араластырып тастаймыз. Сосын домаланған әдемі қызыл помидорларымызды аламыз да, қалауыңызша турап майдалап пачақ-пачағын шығарамыз. Әлгі помидорлар төбелесіп қалмау үшін бөлек ыдыс қалып қоямыз. Ендігі кезек жалып шып баклажандарымыздың үстіне мәсаған деп, майонезімізді жағып, помидорды салып орап тастаймыз. Дәл осы моментте ең алдымен петрушканы жайып, үстінен қызанақ салсаңыздар да болады. Бірақ біздің үйде жасыл шөпті ешкім жемегендіктен, өзімізге де осылай жасағаным бар енді. Егер сіздер неше түрлі жасыл шөптерді ұнатып атсаңыздар, ортасына қосып жіберуге болады. Онда тұрған ештеңе жоқ. Осылайдан бәрін домалатып орап тастаймыз да, дастарханға сортиге қоя берсеңіздер болады. Ал енді осынша еңбегіме комментарий жазып, Ауыл лайф каналы топ деп жаза кетіңіздер.